Талғат аға, сізге қоятын ең алғашқы сұрағым, қазіргі уақытта шәкірт дайындап жатырсыз ба? Хирургия жағынан экстренный хирургияда 10-12 хирург жұмыс істеп жатыр. Біздің отделениемізде қасымызда 2 хирург жұмыс істеп жатыр. Біздің отделениеде Қаныш Баужанович дейтін дәрігер, Бегендік Насырович Абдулаев дәрігер жас маман болғанда, қазір өте активный деп айтуға болады. Көп операция істейді, больницаның ішінде тұрады деп айтуға болады. Үйімізде күнде кілең дәрігерлер, үйдегі журналдар, газеттер, burada почта болды ғой, келеді. Толар газета, толар медицинский, хирургический журнал ай сайын келіп тұрады. Кілең кітаптар, тоже хирургия, медицина. Соның ішінде жүргенде папаларымның достары келіп, сол кезде жастар, қазір сотовый телефон жоқ. Телефондар сол кезде бір-екі тек врачтарда болады, көбісінде болған жоқ үйде. Сол көп WhatsApp жоқ, сол прямой общение болды. Күнде кісілер келеді жұмыстан кейін достар, жастар ғой сол кезде. Соны бәрін көріп, соны ол бәрі маған қарағанда босқа кеткен жоқ. Сол медицина деп барам деп ойладым. Сіз Қазақстанда 100 есімге кіріпсіз, ал сол 100 есімде тек қана 18 ғана дәрігер бар екенсіз. Оның жеңісі жағынан қиын сәті қандай? Ол қиын деп айта алмаймын. 18 адамның ішінде өткенде Астана болғанда бәрімен танысып, бізде мына 100 адамның ішінде қалай, соның ішінде қалай кіріп қалдық, өзіміз білмейміз. Бізде сияқты күнде істеп отырған жұмыстар, мамандар көп, дәрігерлер көп. Халық голосование болғанда солай шешкенде, бізге де тоже біз оны білмей қалып, новость дейді ғой, өзіміз білгенде удивление айтуға тоже. Организм тоже как технический механизм деп қалауға болады. Біз қандай, былай айтқанда, допустим, иномарка 95-пен жүретін 92-ші бензин құйсаңыз қалай жүреді? Двигатель будет страдать, да, заборется. Түсініп тұрсыз ғой, да? Бізде организм дәл солай. Сіз докторлық диссертация жазып аяқтап қалды деді. Қандай тақырыпта болды? Және қандай өзекті мәселелер қозғадыңыз сол диссертацияны? Я осы 12 мартта Москвада первый медуниверситет имени Сеченова диссертация защиты өтті. Осы жақында диплом доктора медицинских наук қолыма алдым. Жұмыс бітірдік. Жұмыстың ішінде біз анализ істедік, эхинококковый кисты печень дейтін бар, жылауықтар бауырда өсетін. Біз өзіміздің 20 жылдың ішінде жинаған опытты, сол үлкен жұмыс болды. Соны бітіріп, сол жұмыс аяқталды. Посвященный эхинококковый киста. Эхинокок дейтін сондай бір паразит бар, бір микроб адамның ішінде өсетін. Сосын өскенде үлкен жылауық болып өседі. Сол қандай біз емдейміз, бізде қандай жаңа методтарды істедік, қандай эффект сол жұмыстың ішінде бәрі бар. Сол жұмыс сөйтіп осы жылда бітті. Қазақ елі бәрін емдеуге болады деп болмайды, конечно. В первую очередь, ең бірінші, емшілер олар өте жақсы психологтар. Потому что ол психолог, емші қандай патология көмектеседі, бастан шыққанда патология өте көп. Ойдан, и асқазан, и жара, и басқа жерлерде бастан шыққанда біз медицина көп затты әлі білмейміз. Көп зат патология, неден басталады, қалай басталады, көбісін білмейміз. Не обязательно рак или язва жеген тамақтың. Қазір язва, желудок, асқазан давно доказано. Психоэмоциональный фактор, стресспен жүрген адамда айтады ғой, характер язва дейді ғой. Дәрімен
дәрі-дәрмен кетпеуі мүмкін, мына хороший психотерапевт мына саған мына шөп мынаны ішесің, сөзбен ана стресс тазалап кеткенде ана жазылып кетеді. Мен таңғалғам, что сіз сенімді бітірді деген уақытта мынандай музыка қалай сенімді университетін сондай мамандыққа тәмамдады деген екен. Иә, мен 2006 жылда мені просто облздравқа шақырып, акиматпен шешкен екен, осы облыстық аурухананың бас дәрігері боласың деп айтты. Мен оған шын айтқанда дайын болған жоқпын. Жалпы бірінші айтқанда болмаймын, оған маман оқуға керек, адам емдеуге бір аурухананың ішінде басқару үшін білім керек оған. И сол кезде мен жаңа айттым ғой, бір жұмыс істесең, просто істеуге болмайды, обязательно оған оқуға керек, білім білуі керек. Содан сол назначениені қарағанда, ар жағында мына жағында бір білім алуға керек деп, мен экзамен тапсырып, сол менеджментке, отделение, сол ішіне түсіп, сол оқып, сол действительно ондай диплом бар. И не үшін бардым, сол бас дәрігер болғанда, действительно сол тағы да медицинаның басқа білім алуға керек деп, сол оқуды бітірдім. Сондай история. Рахмет, көп сұхбатыңызға. Сабақты бітірем, кім болам, қандай маман болам. Вообще, не үшін жүрмін, вообще смысл жизни дейді ғой, не үшін мен осы өмірге келдім, сондай сұрақтар болады ғой, сізде бар шығар. Сіз мамандағы студент болған кезінде айтатын сол старые слова бәрі айтып жатыр, оқуға керек, сабақ оқуға керек. Но ол тек сөз емес, қазір сол университетті алған білімі бәрі ертең босқа кетпейді. Ертең тым жақсы маман үшін болуға көп оқуға керек. Сіз оқу түсіну керек, сіз оқу жүрсіз, мына мұғалім үшін оқу жүрген жоқсыз. По большому счету оларға бәрібір деп айтуға болмайды. Сіз осында наверняка көрсеңіз, ақша төлейді да платно жүргенсіз. Сіз надо самого себя уважать немножко. Сіз біреу үшін осы жерге келген жоқсыз. Вы должны получить удовольствие, не знаю, кайф, удовольствие, что-то бірдеме поймать надо вот это вот, чтобы учиться для себя.